говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. Желтоқсанда шындық жырын шырқаймын деп шарқ ұрдым. Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындым. Желтоқсан оқиғасы кезінде оған қатысқандарды саяси тұрғыдан аштық қуғынға ұшыратты. 99 адам сотталды, 264 студент оқудан шығарылды. Дүрбелеңге қатысқан жастар соққының астында қалып, изоляторларда отырды. Жұмыстан комсомол. 1991 жыл, желтоқсан айы. Бір ғасырға жуық уақыт әлемді теңгереткен, кеңестік социалистік республикалар атанған империя ыдырап, қазақ халқы тағы да тәуекел тәуелсіздігіне ұмтылыс жасады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғарғы кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттің егемендігі туралы заң қабылдады. Керей мен Жәнібек сұлтандар дербестікке ұмтылған сол шақтан бастау алған ұлы көш 500 жылға жуық уақыттан соң өз діттегеніне жетті.